Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен түріктің тоқашы ачман жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте қарапайым әрі өте дәмді. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, бірге жасап көріңіздер. Видеоны көрмес бұрын сіздерден кішігірім өтініш лайк басып, парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші ыдысымызға жылы су және де жылы сүт және де тұз, 2 ас қасық толтырып қант саламыз. Толық мөлшерін описанияға жазып қалдырып кетемін, сол жақтан қарап өлшеп жасасаңыздар болады. Жақсылап араластырып аламыз және де оның үстінен 2 жұмыртқаның ақ-уызын саламыз. Сары-уызын алып қойыңыздар, бетіне жаққанға бізге қажет болады. Тағы да жақсылап араластырамыз және де 2 ас қасық сұйық май, 1 шай қасық ашытқы және де алдын ала міндетті түрде еленген ұн пайдаланыңыздар. Сонда сіздердің кез келген нанды тағамдарыңыз жұмсақ әрі керемет болып шығады. Ұнымызды салып, ең әуел венчикпен жақсылап араластырамыз және де қамырымызды илейтін боламыз. Кез келген нанның болсын, булочка, кез келген қамырдың ең соңында кішкене сұйық май құйып жақсылап илеп жіберсеңіздер, қамырларыңыз, нандарыңыз барлығы жұп-жұмсақ болып, әдемі болып көтеріліп шығады. Мен барлығында осы ең соңында кішкене сұйық май құйып жақсылап илеп, бетін жауып қойып қоямын. Сонда керемет жұмсақ болып көтерілетін болады. Көтерілгенге қалдырып қоятын боламыз. Міне біздің қамырымыз 1-1,5 сағат ішінде осы керемет болып көтерілді. Қамырымызды қойып, енді оқтаудың көмегімен жайып шығатын боламыз. Өте жұқа емес, орташа көлемде осылай жайып шығамыз да, бөлме температурасында тұрған сармайымызды осындай қасықтың көмегімен барлық жеріне тигізіп жағып шығасыздар. Ертілген сармай қолданбаңыздар. Осындай бөлме температурасындағы сармайды қолдансаңыздар керемет болады. Бірінші бетін жауып, үстіне тағы да сармай жағамыз. Келесі бетін тағы да жауып, барлығын үстіне дәл осылай сармай жағып шығатын боламыз. Ең соңында сармай жағып болған соң, үстіне жауып, қамырымызды 4 бұрышты етіп шайып шығамыз. Бұл біздің қамырымыз қатпарлы әрі керемет болып шығады. Мүмкіндігінше сармайдың 72-82,5% қолдансаңыздар өте керемет болып шығады. Енді осындай ұзынша етіп көлемде кесіп алатын боламыз. Тура енді видеодағыдай орап шығасыздар. Міне қараңыздар, осылай орап, 2 басын біріктіресіздер, сонда бізде дөңгелек форма тәріздес етіп шығады. Енді осыны біз формалардың үстіне қоясыздар. Келесі түсінікті болу үшін тағы да сіздерге келесі түрін көрсетейін. Жақсылап ораған сайын өте әдемі көрінеді. Міне барлығын осылай жайғастырып, жаңағы жұмыртқаға кішкене сүт құйып жібересіздер де араластырып, осы булочканың үстіне жағып шығатын боламыз. Барлығына толығымен жақсылап жағып шыққаннан кейін бетіне күнжіт сепсеңіздер болады. 180-200 градуста қызарғанға дейін пісіріп аласыздар. Міне біздің турецкий ачмамыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ыстық сармаймен және де вареньямен, кез келген нутелламен жесеңіздер өте дәмді болып шығады. Видео пайдалы болса лайк басып, мен каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет, сіздермен болған ләззат.